Екеуі жұптасып 4 жыл жүрді. Айгүлдің жеңілтектеу мінезі бар екендігін білетіндер Талғатты аяй қараса, керісінше жігіт жақ Айгүлдің сұлулығына құмартып, іштей қызғанушы еді. Айнала осы екеудің қимыл қозғалысын, тыныс тіршілігін, жүріс тұрысын сөз етуден бір талмады. Барлығының әңгімесі желісі сөз барысында әлгі Айгүл мен Талғат та жүр ғой, бақандай 4 жыл болды, жұптары жазылмай келе жатыр десе, кейінгі сөздің сиқы Талғат ақымақ, Айгүлдің шолжаңдығын соқыр болмаса ендігі көрер уақыты жетті деп күйінетін. Гу-гу әңгіме қойсын ба, желдің бағытымен бірде батысқа, бірде шығысқа қаңбақтай ұшып жүре берді. Ең қызығы да сол, қаңқу сөздердің бірі де не Талғатқа, не Айгүлге әсер етіп көрген емес. Кезекті кездесудің бірінде жігіт үйленуге ұсыныс жасады. Ой, Талғат енді 40-ына шыдап, 41-не шаман келмей қалды ма? Сәл күнде бітіреміз ғой, дипломыңды қолымызға алып алайық та бірінші. Не болды құйын соққандай? Езуін тез жиып алған Талғат іштей ашуланып қалды. Еркектік намысы бойын кернеп кетті. Талғаттың ашуланатын жөні бар. Бұл бірінші ұсынысы емес. 4 жылда 4 рет үйлену туралы ойын білдірді. Неге екенін қайдам? Айгүл бірде оқу дейді, кейде үйім дайын емес дейді, кейде тіптен жұмысқа тұрып алайық деген сияқты сылтаулары бітпейді. Демек, жігіттердің айтып жүргені расау. Айгүлдің басқа біреуі бар. Ол мені сүймейді. Айгүл, шыныңды айт, сенің басқа біреуің бар ғой, я? Бұл не сөзің, Талғат? Айтқане, шыныңды айт. Талғат Айгүлдің тамағынан қысып, ұстап қылқындыра бастады. Қақалып шақалған бойжеткеннің екі көзі шарасынан шықты. Дем жетпей барады. Жібер, деді. Дауысы қарылғып шыққан. Қыз бозарып кеткен. Әрең дегенде қолақпандай жігіттің қауқарлық қолдарынан босаған Айгүл есін жияр емес. Талғаттан қорқып та қалған сияқты. 4 жыл жүріп, сүйіктісінің осыншалықты қатыгез екенін білмепті. Талғаттың босаңсып тұрған сәтін байқап қалды да, Айгүл соңына қарамай жүгіре жөнелді. Жігіт те тоқтатпады. Демек, Айгүлдің басқа біреуі бар, рас. Осы оймен қала берді. Талғат Айгүлдің алдында барғысы жоқ. Бір жағынан оған қол көтергеніне өкініп, өзін іштей жеп барады. Бір жағынан Айгүл мені сүймейді дегенді ойына мықтап кіргізіп алыпты. Айгүл де жігітінің кешірім сұрағанын күтпеді. Мен оны кешірмеймін. Қазірден қол көтерсе, үйленгенде жағдайым не болмақ? Құрсын, осы күннен білгенім жақсы болды, деген ойдан өзгермейтіндей еді. Қолдарына диплом алған түлектер ендігіде өз бастарының қамымен бірі жұмыс іздеп, бірі отбасын құруға асығып жатты. Тәкаппарлығы басым Айгүл сол бойда Талғатты ұмытып кетті. Жігіт әлі де болса қыздан кешірім сұрауға батылы жетпей жүр. Уақыт шіркін ауыр азаппен жан дертіне дауа болар, тек махаббатқа емес. Қайта сүйіктіңсіз өткен бір күн, бір жылға татып, жаныңды азаптайтыны сөзсіз. Намыс дегенің осы кейде керек емес жерге кірісіп, асықпай жатып алады екен ғой. Айгүл жігіттен күдер үзіп, өзгемен кездесіп жатты. Талғат та сыр білдіргісі келмей басқа қызбен жұптасты. Айгүлдің қазіргі жігіті көп сөйлейтін сөзшең болып шықты. Басында сөзшеңдікке бағалаған қыз ақыр соңы мылжыңдыққа ұласқан ер жігітке тән емес мінезді осыдан көрді. Отырса да, тұрса да қадамын санап отыратын, әрі болмайтын нәрселерді әңгіме етуге құмар Айбек Айгүлді жалықтыра бастады. Қыз ылғи да Айбектің бойынан Талғатты іздейтін. Ол өте ерекше, өзгеше жан еді. Мені көргенде тілі күрмеліп сөйлей алмай жататын. Мен күлуші едім. Ол нағыз ер азамат еді ғой. Айгүл жігіттің қадірін енді түсінді. Неге сол кезде тұрмысқа шығуға келісім бере салмадым екен? Ерте ме кеш пе бәрібір үйленуші едік қой. Ту ақмақ басым-ай. Қыз жалма-жан бұрынғы жігітіне телефон соқты. Телефоны сөндірулі. Талғаттың достарына телефон соғып әзер дегенде жігіттің хабарын алды. Талғат қалада жұмыста таба алмай, ауылына қайтып кетіпті. Сонда орта мектепте мұғалім болып орналасыпты. Жігіттің жаңа номерін алды. Ендігіде Айгүл тоқтайтын емес. Алло, Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті.
Мына бір дауысты естігенде қызғаныштан өліп қала жаздады. Өзімен бірге оқыған Санияның даусы. Ол да бұны таныды. Айгүл, сенбісің? Жалтармай-ақ қой, сені таныдым. Ескі махаббаттың есіңе түсіп, Талғатпен сөйлеспек болсаң, ол қазір жуынып жатыр. Беташар өтіп қойды, тойға шақыруды жігіттерден беріп жібереміз. Және ренжімесең, ендігі менің күйеуімді мазалама. Сене алар емес, 4 жыл бойы дымы шықпай, соңғы қатарда отыратын Сания менің бақталасым болғаныма. Ешкіммен шаруасы жоқ, тек кітап оқып, үстіне не болса соны киіп жүретін ақмақ қыз менің сүйіктімнің жарыма. Мен кім, Сания кім? Айгүл өліп кете жаздады. Өзінің кінәсін білмей, бәріне тек Талғатты кінәлауда еді. Күйеуім дейді шіркін неме. Қайдағы күйеу? Ол сөзді тек мен айтуым керек. Тұрған жерінде жан даусымен шыңғырған Айгүл есінен адаса жаздады. Апталап бөлмесінен шықпай еңіреп жылаған қызға жан құрбысы Алмагүл келді. Айгүл, құрбым, есіңді жи, болды енді. Түр десе түрің, оған сай ақылың бар. Сен жерде қалмайсың, кез келген жігіт ғашық бола алатындай асыл жансың ғой сен. Ой Алма, сен де айтады екенсің. Түрің бар, ақылың кем десеңші одан да. Ақылым таяз болмаса сол кезде қолыма қонған бақты Санияға қарай ұшырмай, мықты ұстап алмас па едім. Қазіргі күні Талғатты ойласам, көз алдыма Сания келеді. Оның Талғатқа іштей ғашық екенін сезетімін, бірақ оған Талғат көңіл бөледі деп ойламаппын. Енді сен де әлгі мылжың Айбекпен жүрдің емес пе? Ой, иә, өзім де сау емес екенмін ғой. Менің кесірімнен барлығы да Талғаттың көңілін суытып алдым. Бәрі де кеш. Әсем қала Алматының Атышулы барының бірінде түнгі сағат 3-тер шамасында Айгүл отыр. Барменнен виски сұрап ішіп отырған қызға қадала қараған сұқ көз оны ішіп жеп барады. Алдына келіп, қарындас, сізбен танысуға бола ма, деді бір жігіт. Маған үйленесің бе? Енді танысып, табысып көрсек, сосын үйлену жағын көре жатамыз ғой. Онда кет Әрман. Түнгі сағат 3-те өзің клубта отырсың, тағы бірден үйленетін жігіт іздейтінің. Сені кім алады, бишара, деп боқтап кеткен жігітке Айгүл аса ренжи қойған жоқ. Себебі мұндай сөздерді естіп келе жатқанына біраз жыл болды. Қандай жігітпен жүрсін, кіммен таныспасын, біреуінің аузынан үйленейік деген сөз шықпайды. Кезінде осы сөзден қашып Талғатпен ұрсып еді. Енді осы сөзді бір жігітке айтқыза алмай жүр. Ер адам алғашқы махаббатын ешқашан ұмытпайтыны рас екен. Айгүлге ашуланып, намыстың буымен әрі достарының айдағанымен Санияны алып қашып еді. Жүре-жүре жарының бойынан Айгүлге сай бір мінез таба алмады. Өзімен өзі ыңылдап ән айтып жүре беретін Сания күйеудің көңілін табу, еркелеу, дәмдетіп тамақ пісіру жағынан мүлдем жұрдай болып шықты. Әйелін өрге сүруден шаршаған Талғаттың бойында Айгүлге деген сағынышы қайтадан мазалай бастап еді. Оның үстіне арасында бала болмағасын ба, әлде бұл құр сылтау ма, әйтеуір үйінде күнде ұрыс керіс. Кім біледі, екеуі ажырасып жатса да, Талғаттың ақ махаббаты өзіне қайта бұйырар. Осы ойларды көп ойлайтын Талғат тағы да бір шешімге келе алмай жүр. Бұл кезде Айгүлдің отбасы 30-ға келіп қалған қызын жеңгелері тапқан, өзінен 10 жас үлкен 40-тағы жігіт ағасына беруді ұйғарып жатқан. Талғат үлгерер ме екен?